қызғанбаймын оны. Мен сендерге айттым ғой, мен не қыламын оны қызғанып? Мүлдем қызғанбаймын мен оны. Қызғанбаймын мен оны. Маған бәрібір ол кіммен жүріп жатыр, кіммен тұрып жатыр, қандай қызбен тұр. Менен күшті қыз болса да маған бәрібір қызғанбаймын мен оны. Просто буындырып өлтіре саламын мен. Перизат, сен білесің бе? Мен бүгін жұмысқа жиналған кезде 5 рет талып қалдым ғой. Витаминоз? Көктем әсер етіп жатыр ма саған? Жоға. Мен айнаға қарап, өз әдемілігіме шыдамай, қайта талып қала бердім. Қалай болды? Қайын жұртқа барып келдің ғой сен? Қалай демалдың? Не болды? Ой, өте тамаша болды. Өзім де демалған жоқпын. Оларды да демалдырған жоқпын. Мен өте кекшіл адаммын. Маған біреу опа жасады ма, мен оның опық-попығын шығарамын. Жердің астынан іздеп тауып алам, білесіңдер ме? Маған қастандық жасаған адам менен таяқ тұрмақ, ол темір жейді, білесіңдер ме? Так что маған сендер өйтіп қастандық жасаймын деп, менің обломымды шығарамын деп сендер ойламаңдар. Кеше менің ана дос қызым Айнаш бүкіл жігіттердің көзінше менің позорымды патрондай шашып жіберді, білесіңдер ме? Ал енді мен ол қызға, қыз, сен мені көріп отырсаң, білесің бе? Қайда отырсаң да мен сені тауып алам, білесің бе? Мен достарым жетеді, КНБ, бәріне жетеді, связь деген толып тұр. Мен сені тауып алам да, осыдан қарап тұр, мен саған көрсетем. Мен өте кекшіл адам. Ал енді мен бұнда келген себебім, маған бір красавчик жігіт керек. Әдемі жігіт керек. Менің ана дос қыздарым бар ғой, жалмауыз қыздар бар. Солардың бәрін өзіне ғашық қылдырып, артынан жүгірткізіп, сөйтіп алған кезде, бір уақытта олар ғашық болып жүрейін деп атқан кезде, ол жігіт маған келеді да, немен жүріп кетеді да, ал сол кезде мен ана қыздардың бәрінен өшімді алып алам. Вот менің өшімді алуға көмектесетін жігіт болса, маған тезірек хабарлас. Күтем. Сабина, сен мені кешір. Бірақта сен менен ана жылы 15 000 теңгені қарызға алдың ғой. Әлі күнге дейін сен маған берген жоқсың. 3 ай болды. Жарай, кешірем. Қыздар, мен тұрмысқа шығайын деп жатырмын. Күшті ғой, кімге? Кімге? Осы уақытқа дейін кіммен дос болдың? Соған? Сен оймеріңді 900-ден астам жігітпен доссың ғой? Сабина, менің сүйіктім командировкаға кетіп қалды. Қаншаға? 1 айға. Қат сағындым бар ғой, сағындым. Ой, қойшы, 1 ай ғой, сағынбасаншы. Уақыт өтеді де кетеді ғой. Жарайды, сағынбайым. Ертең барамда қанатпен барып кездесе салам. Мен осы түсінбеймін да. Көшеге шықсам, қазір енді көктем шықты, елдің бәрі көшеге шықты дегендей, көшеге шықсам, ана лавочкада жігіттер отырады, сыра ішіп. Айналайындар ау, сыра ішсеңдер арттарынан жинап кетсеңдерші. Бутылкаларды шашып кетеді. Онымен қоймай семішкені шағып, барлығын жер-көктің бәрін семішкен қабығын лақтырып кетеді ғой. Ол жігіттерді қойш, қыздар отырады. Сағызды шайнаң. Айналайын, сағызды шайнап болғаннан кейін мусорға лақтырмайсың ба? Әйтеуір отырған жерінде тастап кетеді ғой. Сағызды қойшы. Мороженое жесе, ол қабықтарын, кәмпит, шоколадтың бәрін қабықтарын осы отырған жерінде тастайды ғой. Айналайындар ау, табиғатты аялау керек қой. Ол Құдайдың берген табиғаты. Мен өзім эколог болғандықтан табиғатты өте жақсы көрем. Жүрген жерінде мусорды жинаймын да жүремін да, үйіме алып келем. Осы мен үйімде бар ғой, мусордың түр-түрі бар. Неше түрлі қапшықтар, бөтелкелер, темекінің қалдықтары, сіріңке, қағаздар, пакет, түр-түрі бар ғой түр. Ол мен үйім іші быт-шыт. Бірақ та дала тап-таза, айналам тап-таза. Табиғатты аялау керек қой, айналайындар ау. Аяласаңдаршы табиғатты. Маған енді осында келген себебім, маған бір жақсы жігіт, күші көп жігіт керек та. Мен өзім мусорды жинаймын да жүремін. Бірақ та өзім жалғыз үйге апара алмаймын да, маған сол үйіме мусор таситын жігіт керек та. Табиғатты аялайық, айналайындар ау. Құдайдың берген табиғаты ғой.
Қыздарки, маған бір диета айтыңдаршы тағы да, пожалуйста, бар ма? Айттық қой саған 2 диета, сол да жетпей ма саған? Жетпейді. Мен ол 2 диетаға тоймаймын, тағы да бір диета айтыңдаршы. Апай, Иә. көмектесіңізші маған. Иә. Не болып қалды? Айтыңызшы, менің күйеуім қайда? Ой, шырағым, күйеу қайда, жоғалған сиыр, қой, мысық, ит қайда, бәрін айтып береміз ғой. Ақшам бар ма, шырағым? Ақшам бар. 5.000 теңгеден ақша салып жібер. Ой, шырағым, бәрін қатырып тұрып айтып береміз ғой. О, керемет. Әкел, тамырыңды ұстайын. Қазір контактіге аралықтырмен түсейінді. Ой, шырағым, тойды көріп тұрмын, той. Ой, адам деген көп. Бірақ та күйеуінді көрмей тұрмын. Көрмей тұрмын күйеуінді. Я, апай, білесіз ба? Тойдан кейін 2 күнге ол маған бүйтіп айтты. Сен мені күт, мен келем. 2 жыл өтті, мен солай сағынып қалдым. Айтыңызшы, қашан келеді ол? Осы мен әрқашан таксимен жүремін. Осы таксиге мінсем, жігіттердің бәрі түрлеріне қарап алмай, түрлері бычыт-бычыт, қарындас танысайықшы, телефоныңды тастамайсың ба деп. Сосын еще ұялмай менен ақшаны алып алады ғой. Ал кеше мен Сатпаева Фурмановада тұрғам, қолымды көтерсем, қып-қызыл шиде Запорожец тоқтап. Мен ойбай, осындай машинамен мен бармаймын, иномаркамен постоянно жүрем ғой. Ішіне қарасам, жігіт қандай сүйкімді отыр екен. Қайда деп сұраған, мен ана сондай жерге апарып сал. Отырсам, мен оған сразу ғашық болып кеттім ғой. Түрі сондай әдемі, ал ол өзінше менімен сөйлеспей отыр ғой. Мен қайда бара жатсың деп, жасың нешеде? Ол солай деп маған ответ беріп, сосын сол жігіт, сен мені қазір көріп отырсаң, мен анау жерде записка саған қалдырдым. Өзімнің аты жөнімді, телефонымды, соның бәрін жазып қойдым. Мен саған ғашық болып кеттім. Звондаш, әйтпесе мен ұйықтай алмай жүрмін. Құдайым-ай, осындай сұлулық кімге бұйырады екен, а? Құдай-ай, сол бұйырған адамға Құдай деген таудай күш пен жігер беру керек қой. Қыздар, осы еркектер неге іштенген түсінбейді, айтыңыздаршы? Не болды? Егерде тон алып бер десе, қалай түсінбейді, оған қоса шапка алу керек, еттік алу керек, сумка алу керек, перчатка алу, бәрін алу керек. Тон десем, тон алып кеп тұғымаған кеше мөлейіп тұр. Ни хау, охын хау, нины, не баба, мама, хаума. О Гульназия, о Ши Джиджи, о Ашы Сән Суэй. Мінеке қайтадан Қытай тілінде айта бастадым. Осылай жүріп, менің басымда, мен уже барлық тілдерде сөйлей берген соншалықты, мен кейде қазақ тілін ұмытып кетсем. Қазақша ойламай, мен қытайша ойланып кетсем, одан қазір ағылшынша ойланып кетсем, одан жапонша ойланып кетсем. Ой, білмеймін, мен мына түрімен, осы 1 жылдың ішінде мен қазақ тілін ұмытып кететін түрім бар ғой. Маған, мен бұл жерге келген себебім, маған қазақ тілінен тастай бір жігіт керек. Мен мұна айтпесе, мен ағылшынша сөйлеп жүрем. Hello, my name is Гульназия, I am a journalist, патам деп одан қалса японша айтып кете берем, мен негізі бар ғой. Сол маған қазақ тілін ұмытқызбайтын, қыздар қытайша сөйлеп барсам басына бір қоятын жігіт керек та, ей, сен қазақсың, қазақша сөйле деп айтатын жігіт керек. Егер сондай жігіт болса, маған хабарласыңызшы. Джейн. Шынымды айтшы, сенің күйеуің бар ғой, бұрын жүрген қызы туралы айтады ма? Не деп айтады? Үйленбей тұрған кезде айтатын, мен сұрайтын, қандай болып еді бірінші қызың деп. Ол қойшы, оны айтпашы, ұнамайды деп сөйтетін жамандап. Үйленгеннен кейін керісінше жақсы нәрселер айтатын болды ол туралы. Кеше менің туған күнім болған.
бүкіл туған туысқандарым, достарым бәрі келіп маған бәрі деген қымбат сыйлықтар алып келді. Мына қараңдаршы қандай күшті. Бәрін қарап алайыншы, не бар екен. О, қандай күшті. Күшті, тағы не бар екен. О, жемчуг. Күшті екен, вообще. Тағы не бар екен. Бриллиант сияқты екен, е? Қақта не бар екен? О, мынаның вообще күшті екен, ана кинодағы қыздар сияқты, е? Мынаның бәрін. Ең күшті туған күнім, осы туған күн болған шығар менің. Бәрі қымбат сыйлықтар алып келді. Мына қараңдар, көшеге шыққан кезден бүйтіп өзім жел алып бүйтіп жүремін. Бүйтіп алып жүремін. Қандай күшті. Ойбай, менің бір инем бар. Ол келмей тұрып, мынаны бәрін жинап тастау керек. Ол келсе бітті. Құрдым дей бердім. Ол бір сен. Алтыным, кеше туған күннен әкелген заттар ма? Мына не деген заттар. Ай, мына духи. Керемет, ай, мына духидің. Ойбай, мына көршіге сата салам олар. Айында бар. Мына тамашасына мына иісі, әтірдің иісіне айна керемет мұрын жарады. Не бар? Мынаны кім әкелді? Мақсат аға бұл. Тамаша. Мынау деген тура маған кеп тұр ғой. Таза жемчуг қой мынауың. Кереметін ай. Мынадай бақытқа. Мынадай ма келді? Ай, мынаны қайнапана берейге, үлкен қайнапаны. Ай, мына жүзігі мағанда кеп қалама деп тұрым осы. Тамаша емес пе мына? Әндеме, ойбай. Айттым ғой, ертерек тап тастау керек еді. Мынан қара, мынау қайынсіліне керек тура. Ана кіші қайынсілін өткенде ғана осы колготки, мына итальянский колготкилар емес пе? Ойбай, тамаша. Мына немене? Ойбай, мына ашкидің тамашасына. Ойбай, кенже қызыма керек мынау. Кенже қызыма как раз. Ойбай, әші модельдер ұқсап шыға келеді. Тамаша. О, жарығым әші. Мынан қарасай. Мынадың ма келді? Күлпа шапа алып келді оны. Күлпа шапа келді ма? Ал мынаны ше? Оны Жазира тәте алып келді. Жазира тәтіне келді ма? Онда мына күлпәштікін Жазиранға күлпәшқа өткенде туған күні болады деп жатыр еді ғой. Сол екеуіне айырбастап апара сал мына екеуі. Мынаны күлпәшқа, мынаны Жазираға апар. Жақсы ма? Ал одан қалғаны. Қалай мынаны Жазира тәте мен Назира тәтеге берем дейсіз? Екеуі бір үйде тұрады, екеуі бір-бірінің сыйлығын көрсе ұят емес па? Ұялмайсыз ба? Онда келінжан оны сыйлағанын. Келінжан оны уайымдама. Мен ана Көкшетауда туысқандарым бар емес пе? Әпкем бар емес пе, үлкен әпкем? Соны мына үлкен әпкеме сыйлаймыз мынаны. Как раз 50-ге келейін деп жатыр. Ой, мына тамаша болады. Біз не отбасымыздан сыйлық жасай саламыз. Онда тұрған ештеңе жоқ. Мына сыйламай қойыңызшы. Жоқ, мынаны Жәмиле тәтеге сыйлаймыз. Болмайды, ұят болады. Әшін жаным, әшін жарығым. Осының бәрін туф, мына сыйлықтардың бәрі тамаша болды. Біраз сонда мағаншы, мен сонда не? Менің туған күнім, міне саған. Осы да жетеді. Айналайын, осыны тақ. Осылай әдемісі сұлусы. Мынаның бәрін алтыным ау жақсы болды. Үлестіріп қойдық. Как раз мынаны көршіге сатам дедім. Мына духин иісін ай. Тамаша. Ой, жарығым әшейін, туған күні құтты болсын әшейін, жаным. Туған күн бола берсін, алтыным сол. Ой, жарығым сол. Әке, мына немене? Жаным, мына бәрігі альбом емес пе? Атан екеуінің жас кезінен бастап альбомымызға саламыз. Сендерді мына бір жеріне сендер сақ қоям. Вот қалған атан екеуімізге керек аз. Алай, енді ана немерелерге бір альбом керек еді. Соны бір туысқандарын әкеліп берсе, содан кейін бәрі тамаша болайын деп тұр. Туф, тамаша болды ғой. Ана саған жаңағы жетеді. Ана үлкен қайынсіліне де бере салайын. Оның қызы да жылайды. Әлей ме? Жақсы айналайын. Ана жақта болам, шайыңды қоя бер, шай ішейік. Шай қоям, е? Перизат Алпысқызы Мерейлі Меркі ауданынан еңкейсе идеясы төгіледі. Сол үшін шалқайып жүреді.
Гүлназия Жалғасқызы, шырайлы Шымкенттен. Келбеті келісті, күлкісі жұғысты, жақсы көреді жұмысты. Сабина Сәкен, Талдықорған қаласынан. Өңі қара, жүрегі ақ, ешкімге тиіспейді, тиіскен адамды аямайды. Динара Қайырғожақызы, Кербез Көкшетаудан. Денесі шүйкедей, даусы зор, қазақша білмейді, осы бағдарламадан үйреніп жүр. Айгүл Ысқақ, Елорда Астанадан. Бір басында қалжың да бар, әзіл де бар, тамақ та бар, жігіт те бар.